Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге Куба, и бүгін біз Мейрамбек деген бір тиктокер мен Ханатта деген анау мал туралы екеуінің бір-бірінің ұрысқанын көреміз. Сонымен кеттік. Мен саған бір нәрсе қояйыншы, бір сұрақ қояйыншы саған. Сен ан болып қалай туылдың? Тағы да бір сұрақ. Көттерін қара, көтің тесігін қара. Сенің подписчиктермен мен паразам әрқайсымен шығалам. 5 минут перерывпен огородта. Менімен шығасың ба паразым? Менімен паразым қырласың ба? Менімен паразым қырласың ба? Қара, ең алдымен сен тыраштауды қой. Сен жылауықсың. Иттің көтін тырнауық. Сағын сыйла біріншіден. Мына шын адамдар, бұлар тірі адамдар. Тірі адамдар. Оларға айтып айтуға болмайды. Олар менің балдарым, мен оларды біламай жүрмін да, тұра тұр. Құрмет көрсету керек балаға. Атасынан адам атасы хан деген сөз бар. Бұл мен саған бір нәрсе қояйыншы, бір сұрақ қояйыншы саған. Тағы да бір сұрағым бар. Артып кетсем айып етпе. Сен ан болып қалай туылдың? Тағы да бір сұрақ. Мал болып бірінші рет туылдың ғой, сөйтіп ан болып тағы да туылдың ғой, айтшы соны. Қалай туылдың? Жоқ, қара, сен халықтың тарапынан сөйлесің ғой. Сен оқ атқан кезде приколдарың маған өтпейді. Сенің приколдарың біріншіден өтпейді. Понимаешь? Сенің приколдарың андай. Сен бір злой адамсың ше, ұрса бересің. Мен саған ұрыспадым. Сен балдар ұрыспасаң қайтып жүресің, блядь, айтшы сен, понятно, ойлашы, блядь. Өзің істеп атқан дұрыс деп санайсың ба? Саған сұрақ қояйыншы. Сен мысалға Құранды оқып көргенсің ба? Мақұл, нормальный сұрақ қояйын саған. Құранды оқығансың ба? Қара, біріншіден мен мұсылман емеспін. Мұсылман емеспін. Не алып сен маған сұрақ қойып жатсың, ау деп. Кімсің сен сонда? Кімсің сен? Кәпірсің ба? Жоқ, ең алғашқы дін маған Құдайдың өзі берген. Динозавр кезде. Не деп берген саған? Айтты, короче, хан, мынау жер діні дейді. Сосын 6 закон космоса береді маған. Космостың заңдары. Космос загондарын, космостарыңған. Не алып жүрсің бияқта? Космостың загондарыңа бармайсың ба? Далбойып, не алып жүрсің сен? Жер планетасы космоста жүр емес па? Сен ұрса бермесең? Жер планетасы космоста ұшып жүр. Понимаешь? Сен космостың заңымен жүрсің, по идее. Мен космостың заңымен жүрсің жоқпын, өзімнің ойымен, өзімнің біліммен. Сен менің арқамда тірі жүрсің, понимаешь? Өлтір аласың ба, мен дұрыс жерде өлтір аласың ба? Ал, мақұл. Мен сен арқаңда тірі жүр екен, өлтір аласың ба мені қазір? Қазір дәл осы жерде өлтір аласың ба? Қара, жақсы, қара. Зайбал, тұра тұр, нақ сұрағыма жауап бер, өлтір аласың ба деп жатырмын. Ойла, мен ғасырлап өмір сүрем. Сен қазір 100 жылдан кейін өліп қаласың. Бірақ мен дальше өмір сүре берем. Понимаешь? Сен өліп қаласың сен. Сен өлген кезде мен айтам, бля, мен қуанам шеше. Бля, осы далбой өліпті ғой деп. Қарасай, түрің әжім болып кеткен ғой, уже кәртейіп қалдың сен. Жап-жас кішкентай 16 жаста. Адам өзінің түріне қарап әңгіме айтады, далбой. Әжім жоқ қой. Далбой, ана көздерін қарасай, көттерін қара, көтің тесігін қара. Сөйтіп бар, тазаланып қайтшы, бар, беті қолын жуып келесің ба, бар, есің жинап қайтшы, бля, еркекше айтам. Ренжімей көреш, бар қайтшы, бар. Көрдің ба, сен уже кәртейіп, әжім болып жүрсің. Білмеймін қандай өмір көргеніңді, бірақ сен істеп жүрген заттарың, сөздерің ұйқаспайды. Ондай добрый адам үйтіп айтпайды сөздерді үйтіп. Кішкене добрый болуды үйрен. Сказкаларды оқып кел. Қаната, бля. Сен даже тістерің қисайып кетіп. Оны мойындап тұрсың ғой сен бай екенін. Малсың ғой, блядь, малсың, блядь. Бүйтіп қазын қолап атсың сен, ема-ай, айтшы. Қазын не үшін қолап атсың сен, блядь. Сұрақ қойып атым, не үшін қазын қолап атсың сен өз-өзіңнің. Көтің ашып, блядь. Көтің ашып, тұз жалақпайды, брат, қоят бар. Барсай, бар, барсай, блядь. Жүгір бар. Түрін қарасай, тұр, ана, еріне ешектің амынан қанағаттанған жоқпын. Тағы да бір сұрақ қояш. Жалпы өмірде дейді, қазір адамзаттың бәрі дейді, саған қарсы дейді. Неге саған қарсы болып жүр бәрі? Өзіңнің кім екенін білмейсің ба? Неге?
сол сұраққа жауап берші. Олардың санасы әлі жетілмеді қанатаны түсінуге. Олар әлі кішкентай бала. Бала ісі шала дейді. Сен жылауықсың. Иттің көтін тырнауық. Сен амсың. Бля, жас баланың әңгімесін айтып жатыр, қарасаң да жылауық иттің көтін тырнауық деп мен шығу кезде айтамын ғой, мынандай малыш кезде айтатын, блядь, еркекше айтайын ба? Базар жоқ, базар жоқ, базар жоқ, бля. Баяғыда айтатын осы сөз, ё-моё. Базар жоқ сізде. Понятно, пиздец нөлі. Саған мына сөзді саған арнадым, еркекше. Сен үшін шығардым осы сөз. Қазір хит болып жатыр осы сөз. Трендте жүр. Үлкенмін деп қатайма, нахуй. Понятно, нөл нахуй сенің. Жеңді Сен қанша қарасай. рет жеңілдің, білесің ба? Сен қанша рет жеңілдің? Мен золотойларын көтеріп тастайды, бля. Қойшы деп отыр ғой сен. Осы мал біреу тасасын деп отыр ғой, натурин айтқанда. Мысалы, сенің подписчиктерің сен үшін тұрып береді. Бірақ менің подписчиктерім және сенің арасында жүрген, олар көбінесе Ханатаны қолдайды деген сөз ғой, жеңіп жатса. Сен яғни сөздерің дұрыс емес. Сен мал болған екен, сен малсың да, сен малсың ғой, сен бишарасың, сен бишара мал, жетім ше. Жетімсің сен, малсың өйткені нахуй. Сен жаңа айттың маған, жетімсің де, амсың сен. Сен ошым кәпірсің сен нахуй. Сен ошым, бля, айтамайым сені. Блядь, ошым. Сондай адамсың ғой сен, блядь. Қояшы саған. Сен жалпы билей алады деп естідім, билей аласың ба? Билей аласың ба? Шыңғысханға үйреткен билеу өнерін. Мені арқамда билер, хандар билеуді үйренген. Қара, ең алдымен сен драштауды қой. Мақыл, адеси, брат. Адес. Сен қалай атаңа брат дейсің? Адеси, сен братсың. Понятияң қайда сен? Сен братсың. Понятияң қайда? Енді бірақ ата болған. Брат болып кеттің бе? Аяқ асты брат болып кеттік қой. Адеси? Тұратсай? Адеси, Зайбал. Біріншіден, сен боқтамауға тырыс. Потому что и так жер беті көп боқтайды. Сен даже мен тиктогымды шолып қарасың, Ханата боқтамайды. Шолып қара. Сен боқтадың. Біріншіден. Сен боқтадың. Тауасай. Сен біләйт дедің мал наху. Тауасай тиктокта. Табоя бол, тикток емес наху. Сен боқтап отсың маған, дал қазірдің өзінде наху. Өзің не істеп не қойып атқан, біліп атқан жоқ. Мал наху. Дауысын шығару деген білесің ба, ана жерде телефонда дауысын шығарады дейді. Сендерде ондай жоқ шығар бетте. Дауысын шығар деп айтса ана немелерге. Мен телефонмен отқан жоқпын ғой. Мен алақанмен отырмын. Айтпақшы, сен телефонмен отқан жоқ екенсің ғой сен. Мен алақанмен отырам. Бесінші алақаным шаршаса табанмен шығам. Тиктокқа табанмен. Мына мал екен ғой таза, мал. Давай, жігіттер, қолдап кетейік, айт. Өзің сияқтылар жинап алғансың. Соның өзінде Ханата жеңіп отыр сені. Далбоеб, қалай өзің сияқты, далбоеб, сен малсың нахуй, білесің ба? Қалай өзің сияқты көкке топырақ шашпа, сен мал нахуй. Түсініп отырсың ба нахуй? И то мен подписчиктеріме өйтіп әңгіме айтпаяқта ғой, түсініп отырсың ба нахуй? Көтіңді айырат, далбоеб. Білесің ба? Көтіңді айырып кететін. Қара. Сенің подписчиктерімен мен паразам әрқайсымен шығалам. 5 минут перерывпен огородта. Менімен шығасың ба паразым? Менімен паразым қырласың ба? Менімен паразым қырласың ба? Бүкіл ауылыңды жинап кел. Қайырды жолғамыз? Қайырды жолғамыз? Талдықорған. Паразым қырланыз конкретно. Шымкентке келсей сен онда. Мен барам Шымкентке. Қайықта жолығамыз деп Талдықорған десем Шымкентте емес. Жоқ, Шымкентке келсем, сен қанатасың, сен ұша аласың ғой, Шымкентке келсей. Бүгін мен саған шоколад алып берейін. Короче, аузыңа тышайын сенің. Аузыңа тышайын, мына жөтелгенің кетіп қалады сосын. Жөтелмей қаласың. Шешең амыскен қотақпас. Көтіңді айырам сен, мал нахуй, далбоеб. Қотағын жеп. Ем болады саған. Далбоеб, қотақпас, жап аузыңнан сөйлеме, далбоеб, жаңа алып мен сенімен нормально сөйлесіп отырмын, қотақпас.
күліп ойнап мал нахуй, а? Долбоеб нахуй, не ыржаңдап отырсың, ешектің амы ұқсап, а? Жалп жұлп еткізіп, сөзің жаттап кеш бар зайбал нахуй, қайталап келесің ба, бірдеңе қыл нахуй, мал, а? Малсың ба? Саған сұрап отырмын, долбоеб. Не малдың түрлерін жасап жүрсің сен, долбоебсің ма? Мынау ебать нахуй, мынау малдың түрлерін жасап отырсың ғой сен өзің, бля, нахуй. Тағы да мал десем ренжисің, көті басың тырысып. Қатын құсап, бля. Мен қатыным үйтіп ренжімейді ғой, долбоеб. Соңғы матч ойнайық, ұмытады нахуй, сол желание орындайды нахуй. Че там? Че там, келісесің ба? Сен желанияң... Мен желание айтам саған. Сен көк көгілдірсің ғой, сен қайдағы желание саған? Мен саған желание айтам. Көтің ашып жатыр ма? Көтің ашып жатыр ма? Жылама. Көтің ашып жатыр ма? Көтің ашып жатыр ма деп айт маған, Көтің ашып жатыр ма деп айт маған. Көтің ашып жатыр ма? Көтің ашып жатыр ма деп айт, боқтама. Шенің амы. Шының ба? Шенің амы. Қотақпас. Көтің айырында шенің амы. Қотақпастың бар ғой, қотағым жегірдің. Жыла да. Қотағым жегіріп қоймады, мал шенің амы. Көтіңді айырам, мен сен ұстаған жерде амыңды шығарам. Түсіндің ба? Жыла давай. Угрожать et. Аңыратам мен сені, қазір қара. Қараңдар, далбоеб қазір маған айтады, бұл маған айтады, күледі. Амыр шығып күледі, маған сөйлейді қазір, қараңдар. Сөйлейді қазір, қарасы. Мен де білем сен сөйлейсің қазір, қара. Көтіңгер сөйлейді қазір, қара. Далбоеб. Сөйлейді қазір, қара. Көрдіңдер ма? Өйстіп аузын жабасыңдар бұның. Сөйлейді маған, қараңдар. Мен де білем. Ыржаңларына күледі қазір. Пісе шағады қазір. Қараңдар, көрдіңдер ма? Көрдіңдер, өйстіп аузын жабасың бұның. Көріп отырсыңдар ма? Сөйле давай, сөйле. Енді сен сөйле давай. Көрдің ба, маған сөйлейді дедің ма? Сөйле давай. Көрдің ба? Қасқара маған сөйле деп айт. Қасқара, қара. Көрдіңдер ма? Жылама, жыла давай. Күлма. Көрдің ба, маған айтам, жыла, күл, алма деп маған сөйлейді қараңдар. Сөйле. Сөйле деймін да. Камера қара, Камера қараны. Көрдіңдер ма, ебать, мен де білем ғой бұны, ебать, көрдіңдер ма, мен де білем. Менде де жатқан планттар бар екен ғой, ебать. Қасқараны ыржалаңдап күледі деп, ешек амымен. Қараңдар. Қара. Түрін жинап алған ғой тұрып. Далбоеб, көтіңді айыры жерем, ешек, түсіндің ба? Үлкенмін деп қатайма, понятың нөл нахуй. Көрдіңдер ма, мәдениетті адамдарың ғой сендер, мәдениетті адамдарың. Қолмен отқан адамдар ғой бұлар, қолмен бит промойда отыр ғой. Мәдениетті адамдар, пиздец адам екен, көрдіңдер ма? Қасқара бит па. Дейді қасқарандар, көрдіңдер ма? Маған бекет қасқарандар. Менгі де бар мұндай. Көрдіңдер ма, бля, менде талант бар, жіктер, чотан, талантын көрмей жүрсіңдер ма? Көрдіңдер ма, мен жаңа, мен көтек көрген істейді, батыр білген істейді, мен біріншісінде биттем, мә деген, түкір жөнінде жіктер. Бәрі түкіріп атыр, мә. Көрдіңдер ма, ағара, деп күледі қазір, ешек құсап. Қарасайды, маған сөйлейді қазір. Сөйлейді маған қазір. Көрдіңдер ма, қара. Өтірік қара, пісе шағып атыр, қараңдар. Көрдіңдер ма, блядь, не деген талант менде, құдай-ау. Жүрегім-ай. Талант бар, таныс жоқ менде. Жігіттер, байқаған шығарсыңдар. Дейсің ба? Мен золотойларым айрат. Мен золотойларым жаттап ал. Менің золотойларым деп айтасың қазір. Мейрамбектің золотойлары сен аған адуши деп айтасың қазір. Еркек шайтан. Қасқара ыржалаңдайды қазір маған. Пісте шағады. Сөйлейді қазір маған. Қаралаңдар. Өйстіп аузын жабасыңдар, үйреніп алсаңдаршы. Көрдіңдер ма, қара қазір. Өйстіп аузын жабады бұндайдың. Енді көрдіңдер ма, енді өйстіп аузын жабып дейді. Сөйлеген кезде өйстіп сөйлейді. Мәдениетті түрде сөйлейді да, аузын жап дейтін болды. Маған сөйлеп аузын жап. Сөйлеңдер ма? Сөйлесей маған. Жәлеп сөйлесейші. Түрін жұт қойдың ба, Жәлеп? Жәлеп, сөйле. Сөз кезең бер, сөйлеп қоймайды. Епте алмайды, сөйлеп қоймайды. Көрдіңдер ма? Аузын жапты ме? Чотам. Интерілген, короче. Көрдіңдер ма? Ұтылдың ба?
түрін қарашы. Енді мамаң шақыршы енді. Сөйледі ғой, көрдіңдер ма? Балақай. Көрдіңдер ма? Сөйле, тағы балақай. сөйлесей. Сөйле, бол. Сөйле, давай. Давай, бол. Менің сөзімді қайталап отырсың ғой сен. Ой, сөйлесе, ебать, мен де білемін ғой сені. Сөйле, зайбан. Мен шығарған затты сен қолданып отырсың ғой қазір. Көрдің бе сен атаның баласысың. Сен менде Құдайға шүкір, менде де ми бар дегендей, менде де бас бар дегендей, сен істеп жатқан қылықты мен де істей аламын деп айтып жатырмын да нерге. Мен де білемін бұндай нәрсе. Сен плагиатсың ғой сен. Түсіндіретін болсаң, сен логикаңды мен де білемін, мал адамның малсың сен. Сен өйткені мал адам. Боқта, көрдің бе? Боқтаны. Жалаңдама зайбал, ей. Күлшке. Боқтаны. Жаным, сен ешақтың амына ұқсаған. Давай, кән. Түрің ешақтың амы. Кән, күлшкән. Күлсе скриншоттап алайын еш.